Онда мына выпускты түсірмей қойып, камерада. Уәлихан, сіз философ емес пе? Сондай. Өмірге де пәлсапалық тұрғыда қарайтын секілдісіз. Осы жерде коррупцияға шақырып жатқан сияқты. Жоқ. Ол жерде мүмкіндік деп мен ақшаны айтып отқан жоқпын ғой. Олар кітап құрттары. Қолдарынан кітап түспейді. Олардың рухы биік, интеллектуалды деңгейі мен мұндалап тұр. Ойы еркін, санасы азат. Нағыз егемен елдің ұрпағы осылар. Әр қазақтың баласына идеал болатындар. Кітап деген ол не? Біріншіден, кітап ол білімнің көзі. Айта алмас едім, біздің жастар кітап оқымайды деп, себебі білмеймін, менің айналамда жігіттердің бәрі кітап оқиды. Жастардың ешқайсысы оқымайды деп мен абсолюттік түрде айтпас едім. Өйткені жастар қазір оқиды кітап. Расымен де ана иісі бар ғой, ұйықтаған кезде бір ерекше сезім береді да. Может, сол газеттің бір ата жолын қудым дейсің. Ата жолын қудым расымен де. Газеттің де өзінің бір кайфы бар. Жоқ, қарап отырсаң. Енді сіздерге қарама-қарсы сұрақ. Сіздер Ләйлә Сұлтанқызының, Баян Мақсатқызының, Айнұр Тұрсынбайдың кітаптарын алып оқып көрдіңіздер ме? жоқ. Жалпы оқып көрмегем, оқымаймын. Оқуға кеңес бермеймін. Мен ол адамдар зерттемеппін. Білем, продюсер екенін. Жоқ, ешқашан оққан емеспін. Оқуға қызығушылық та жоқ. Өйткені олар тек ток-шоу, өздерінің бизнесі, ол маған қызық емес. Жігіттер, сіздердің бастарыңызды қосқан мынау кітап құрттары, ерікті клуб. Қазір жалпы кітап құрттарының қанша мүшесі бар? Оны Илеман жауап береді бізге. Жақсы. Кітап құрттарында 100 шақты мүшелер болады WhatsApp желісінде. Ал кездесулерге регулярно 20 шақты адам келіп тұрады. Кейде одан көп те келіп тұрады, 20-30-ға дейін келіп тұрады. Жалпы мүше көп. Оның қатар толығуда. Көбейіп жатырмыз. Кітап құрттарының алдағы мақсаты? Кітап құрттары 2019 жыл бойына әр сенбі сайын кездесіп, бірде-бір сенбі жібермеген. Керемет. Өз арамызда талқылау жүрген болса, биыл 2020 жылдан бастап әр сенбі немесе басқа күндері белгілеп отырып, қоғам қайраткерлерімен, белгілі ағаларымызбен, әпкелерімізбен жолығып отырсақ деген ой бар. Ол жерде саясат мәселесі болуы мүмкін, өнер мәселесі болуы мүмкін. Сол тек қана кітаптардан ғана білім алып, өз арамызда пікір алмаса бермей, енді қоғамда белгілі пікір бар, бізге ақыл айта алатын адамдармен, тұлғалармен пікір алмасу. Осындай мақсат болып жатыр бізде. Жалпы интеграциялық байланыс бар ма басқа қаладағы өздеріңіз секілді жастармен? Менің айта алатын кітап құрттары осы тек Қызылордада болмайды. Біз оқимыз. Талғат Меңдібайдың филиалдар ашатын ой бар тұғын. Керемет. Соны қолға алсақ па деп жатыр. Бірақ ол қалай болады, не болады, оны ақылдасып шешерміз. Ол дают бери, бьют беги деген. Ол бірінші кіреді қарама-қарсы келеді. Бірақ мынандай стереотипке қарсы келеді, дают бери деген. Саған өмірі мүмкіндік беріп жатыр ма? Сен одан қашпа. Бұл өмірде бір қатып қалған ұстаныммен жүруге болмайды. Ол әр ситуацияға әр кезде әртүрлі. Бірдей ситуация, мысалға екі бірдей ситуацияның өзінде екі түрлі шешім қабылдауға болады. Сондықтан айтатыным, керісінше менде өзімде осындай бір қатып қалған ұстанымдық. Әр кезде гибкий болу керек деп ойлаймын. Туканың қойылымы бар ғой. Кішкентай баланы асырап алған кезде өзі көше сыпырушы. Болды, мен адам боламын. Ертеңнен бастап левый берег сыпырамын деген сияқты. Ертеңнен бастап элитный район сыпырамын. Көше сыпырушының өзі жаңағыдай жақсырақ деңгейге ұмтылып жатыр да, мықтырақ деңгей. Сол сияқты қандай салада болмасын, қандай мүмкіндік болмасын, ең жақсы, ең мықты болып отырсақ.